Бабадук — ол қорқынышты кейіптегі жын-шайтан деуге болады. Бүгін мен сіздерге ол туралы қорқынышты фактілер және ешкім білмеген ащы шындықтар жайлы айтамын. Осы видеода Бабадук жайлы білген сайын денеңіз үрейге толады. Бабадук мен айтқандай жын-шайтан, оның шын бет бейнесін ешкім білмейді. Бірақ мен сізге сипаттап берейін. Бабадуктың беті толықтай қараңғы және қауіпті. Олар қара түсті, қорқынышты, әрі көзге түскенде қатты әсер қалдырады. Ол үстіне қарапайым, бірақ зұлымдықты білдіретін тозған қара киімдер киеді. Оның киімдері бұлыңғыр әрі жиі жабық болады. Бабадуктың құлақтары тым үлкен және өткір. Беті сүйектен және қырлы түрлі түс таңбалармен жабылған. Оның құлақтары өте үлкен және ұзын, адамзаттық бейнесінен алыс. Бабадуктың денесі адам тәрізді болса да, оның денесі өте жұқа және қорқынышты көрінеді. Оның бейнесі адамның қорқыныш сезімін туғызатын, өмір мен өлімнің арасындағы белгісіз үрейлі дүние секілді. Бабадук тек фильмнің қиял емес, кейбір мифологияларда қорқынышты рух ретінде сипатталған кейіпкер. Бабадуктың негізгі идеясы бұл өлім мен жек көру сезімдерінің жинақталуы, сондай-ақ қан азабымен бейнеленген қара күш. Бабадуктың адам қорқытуының басты құралы оның психологиялық әсері. Ол белгілі бір адамға жабысып, оның өмірін бақылап, эмоциялық күйзелістер мен физикалық күшті біріктіріп, ұзақ уақыт бойы оның жүйкесін құртуы мүмкін. Бабадукты көрген адамдар өледі, немесе өмір бойы психбольницада өмірін өткізеді. Егер ішіңіз пысып, Бабадукты үйіңізге шақырғыңыз келсе, мына әрекеттерді орындаңыз. Ең бірінші, қараңғы жерде болуларыңыз керек. Сосын қайшыны алыңыз және қай жерге жақсылап толуға болады, соны қараңыз. Сосын кез келген жұмсақ ойыншықты алыңыз. Біреудің немесе өзіңіздің шашыңыз қиып, ойыншықтың мойнына байлаңыз. Сосын Бабадук деп 3 рет айтып, біздің үйге кел деңіз. Сосын кез келген жақсы жерге тығылыңыз. Айтпақшы ескерте кетейін, ешқашан шкафқа тығылмаңыз. Бабадук дәл сол жерде пайда болады. Егер Бабадуктан қорықсаңыз, жаңағы ойыншықтың мойнындағы шашты қиып тастаңыз. Сол кезде ол жоқ болып кетеді. Бабадук тек қорқынышты монстр емес, ол адам ішіндегі қорқыныш пен қайғының бейнесі. Ол адамның жүрегінде өмір сүреді, оны тек сырттай көруге болмайды. Бабадукты өлтіріп жоғалту мүмкін емес. Ол ешқашан кетпейді. Себебі ол адамның жанында ішкі қорқыныштарымен бірге өмір сүреді. Бабадуктың көздері түнде жарқырайды. Бабадук туралы бір қорқынышты кітап бар. Ол кітапты ашқан адамдар оны оқып, одан әрі қорқып кетеді. Бабадук табиғаттың зұлым күшінен емес, адамның өз ішіндегі терең қорқыныш пен ауыр сезімдерінен пайда болады.